Мадридтік Реал Винисиусты Сауд Арабиялықтарға ғаламат әрі көлемдегі қаржыға сатып жіберуге әзір. ПСЖ Мейсон Гринвудқа қызығушылық танытуда. Эндрик пен Арда Гюлер екеуі Реалда сапынан кеткілері келеді. Осы және өзге де ең қызыққа толы жаңалықтар біздің бүгінгі видеода. Өзіміздің бұрыннан бергі қолдаушыларымызға, сондай-ақ жаңадан келіп қосылғандарға алғыс білдіремін. Шығарылымды бастамай тұрып, бірер секунд уақыттарыңызды бөліп, арнамызға жазылып, еңбекті бағалап видеоға лайк басуларыңызды сұраймын. Сіздер үшін бұл қиындығы жоқ, небәрі 1 секундтық уақыт, ал біз үшін үлкен қуантарлық шабат. Біздің арнамыздағы видеоларда ешқандайда букмекер мен басқа да ми ашытарлық құмар заттардың жарнамалары атымен жоқ. Сондықтан еш алаңсыз бейнероликтерімізді тамашаласаңыздар болады. Олай болса, алдын ала үлкен алғысымды білдіре отырып, көп созбай видеомды бастайын. Арсенал клубы алдағы жазғы трансферлік терезе кезінде кем дегенде 2 ірі трансфер жасауды жоспарлап отыр. Футбол Лондон басылымының ақпаратына сүйенсе, канониялық ұжым келер жазда Лейпциг шабуылшысы Беньямин Шешко, сондай-ақ Реал Сосьедад жартылай қорғаушысы Мартин Субименди. Міне, осы аталған 2 ойыншыны өз қатарларына қосып алуды көздеуде. Айтып өтсек, Арсенал бұл аталған 21 жасар футболшыға өткен жылдан бері қызығушылық танытып келеді. Дегенмен Шешко өзіне топ клубтардың таласа қызығып жүргендіктеріне қарамастан, Лейпциг пен су жаңа келісім шартқа отырған болатын. Ал Мартин Субимендиге келетін болсақ, Арсенал бұл ойыншының трансфері бойынша өткен қаңтар айында алдын ала келісім орнатып қойған. Келер жазғы трансферлік ауысымда лондондықтар оның трансфері үшін 60 миллион еуроны төлемек. Манчестер Юнайтед өздерінің шабуыл қапталын күшейтудің барлық амалдарын қарастыруда. Қызыл сойқандық ұжым қызыққан ойыншылардың арасында Осимхен және де Gyökeres бар. Окей Диарио баспасының мәліметіне сәйкес, ендігі кезекте аргентиналық Хулиан Альварес те манкуниандық клубтың қызығушылық назарына іліккен. Және ағылшындықтар бұл шабуылшының трансфері үшін Атлетикоға 150 миллион еуроға дейінгі қыруар қаражатты ұсынуға дайын. Алайда аргентиналық ойыншы өзінің Атлетико сапындағы жағдайына риза және әзірге оның команда ауыстырамын деген ойы жоқ. Еске салып өтсек, испандық клуб Хулиан Альваресті Манчестер Ситиден өткен жылдың жаз айында сатып алған болатын. Осы маусымда 38 матчқа қатысқан Хулиан Альварес 19 гол мен 4 голдық пасты еншілеген. Бавария ұжымы қорғаушы Дайот Упамеканомен жаңа келісім шартқа отыруға дайын. Тілші инсайдер Фабрицио Романоның ақпараты бойынша, клуб пен ойыншы арасында жаңа контракт орнату бойынша келіссөздер белсенді түрде жүргізілуде. Мюнхендіктер аталған француздық қорғаушыны команданың алдағы болашағы үшін керекті маңызды ойыншылардың бірі деп бағалауда. Бас жаттықтырушы Венсан Компани, сондай-ақ клуб басшылары да Упамеканоның ойындарына көңілдері толуда. Тараптар арасындағы қазіргі келісім шарт 2026 жылдың жазына дейін жарамды. Қорғаушы Баварияның сапына 2021 жылы Лейпцигтің сапынан ауысып келген еді. Ағымдағы маусымда ол Баварияның қатарында 30 кездесудің қатысушысы болған. Өткен видеода жасырылған футболшыны мына көрермендеріміз дұрыс тапқан екен. Мансабындағы өнер көрсеткен командалары арқылы жасыратын келесі футболшымыз назарларыңызда. Алғаш дұрыс тапқандарды келесі шығарылымда көрсетіп жариялайтын боламыз. Ендеше жалғастырамыз. Пари Сен-Жермен ұжымы ағылшындық шабуылшы Мейсон Гринвудке қызығушылық танытуда деп хабарлайды Fiches баспасы. Баспаның ақпаратына сүйенсек, париждіктер футболшының трансфері үшін әрі көлемде, дәлірек айтқанда 75 миллион еуро қаржыны төлеуге дайын. Еске салып өтсек, 2022 жылы Гринвуд сүйіктісіне зорлық-зомбылық жасады деп айыпталып, біраз уақыт бойы футболдан алыс болған еді. Алайда бұған қарамастан ол Марсельдің сапында жасындай жарқырап жүр. Ағымдағы маусымда 25 ойынға қатысқан шабуылшы 15 голды соғып және 4 нәтижелі пас жасап көзге түскен. Оның қазіргі сәттегі нарықтағы бағасы 35 миллион еуроға бағалануда. Барселона ұжымы Дортмундтық Боруссияның жартылай шабуылшысы Карим Адиемиге қызығушылық білдіруде деп мәлімдеуде Эль Националь баспасы. Баспаның мәліметіне сәйкес, бас жаттықтырушы Ханс Дитер Флик Каталондық клуб өкілдеріне жоғарыда аталған футболшыны өз командасының қатарына көргісі келетіндігін жеткізген.
59 жастағы немістік маман бұл футболшының талантын жоғары бағалайды. Егерде маусым қорытындысы бойынша Боруссия келесі маусымдағы Чемпиондар лигасына жолдама алмай қалатын болса, онда Адиемидің бұл командадан кетуге деген мүмкіндігі жоғарылайды. Сондай-ақ дәл мұндай жағдайда Барса ұжымына Адиемиді арзан қолжетімді бағада өз қатарларына қоса алатындай мүмкіндік пайда болады. Ағымдағы маусымда 42 ойынға қатысқан Адиеми 12 голды соғып, және 10 нәтижелі пас жасап ерекшеленген. Реалдың жас талантты футболшылары Эндрик пен Арда Гюлер екеуі Мадридті команда сапынан кету жағын қарастыруда. Диарио Спорт баспасының мәліметіне сәйкес аталған ойыншылар патшалық ұжымның сапында ойындарға өте сирек қатысады, және осыған байланысты олар өздерінің командадағы жағдайларына мәз емес. Қос футболшы да ойындарда қосалқы құрамнан тамашалап емес, матчтарға көбірек қатысып, тәжірибе жинақтаудың болғанын қалайды. Сонымен қатар олар 2026 жылы өтетін әлем чемпионатына қатысу үшін өз құрамаларының қатарына ілігуді қатты қалайды. Алдағы жазда олар басқа командаға жалға берілуі мүмкін. Дегенмен сонда да итальяндық бапкер Карло Анчелотти Эндрик пен Гюлерді жоғары бағалап, оларға молынан сенім артады. Жалындап тұрған футболшыларға негізгі құрамға ілігу екі талай екендігі айтпасақ та түсінікті. Онсыз да Реал сапында шабуылда ойнайтын жұлдызды мықты ойыншылар жетіп артылады. Француздық футболшы Поль Погбаның мансабы әрі қарай қай командада жалғасуы мүмкін екендігіне қатысты түрлі ақпараттар тоқтаусыз таралуда. Жақында пайда болған соңғы мәліметтер бойынша ол Манчестер Юнайтедтің сапына қайтып оралуы мүмкін. Манчестер Evening News баспасының хабарлауы бойынша Қызыл Сойқандағы ұжым аталған атышулы ойыншыға қысқа мерзімді келісімшарт ұсыну жағын қарастыруда. Дегенмен клуб пен футболшы арасында әзірге ешқандай нақты келіссөздер жоқ. Еске салсақ, Погба осыған дейін Манчестер Юнайтедтің сапында 2016 мен 2022 жылдар аралығында өнер көрсеткен еді. Айта кетсек, Поль Погбаны допингке байланысты футболдан шеттетілу мерзімі қысқартылған. Және осылайша француздық жартылай қорғаушы алдағы наурыз айында ресми түрдегі ойындарға толыққанды түрде қатыса алады. Челси клубы Барселонаның қорғаушысы Жюль Кундиге қызығушылық танытуда деп мәлімдеуде Спорт баспасы. Баспаның хабарлауы бойынша Лондондағы ұжым аталған қорғаушының трансфері үшін Барсаға 100 миллион еуро көлеміндегі қаржыны ұсынуға дайын. Алайда көктер ұжымына француздық футболшыны алу қиынға соғады. Ойыншының жеке өзі Барселонада бақытты, және әзірге оны басқа ешқайда ауысатын ойы жоқ. Өз кезегінде каталондықтар да оны өздерінде сақтап қалуға ұмтылып, онымен 2030 жылға дейінгі жаңа келісімшарт орнатуға әзірленуде. Футболшы мен клуб арасындағы қазіргі келісім 2027 жылдың жазына дейін негізделген. Ағымдағы маусымда 38 ойынға қатысқан Жюль Кунде 3 голды соғып, және 7 голдық пас жасап ерекшеленген. Мадридтік Реал алдағы жазда жұлдызды футболшы Винисиус Джуниормен қош айтысуы мүмкін. Осы жөнде Элго Digital баспасы мәлімдеуде. Аталған бразилиялық ойыншыны Мадридті команда сапындағы алдағы болашағы әлі де белгісіз жұмбақ күйде. Осыған орай Винисиус Сауд Арабия чемпионатына ауысуы мүмкін делінген сыбыстар күннен күнге көптеп таралуда. Дефенса центрі баспасының хабарлау бойынша қазірдің өзінде Винисиустың трансфері үшін Реалға 350 миллион еуроны төлеуге дайын бірнеше Сауд Арабиялық клубтар бар. Және солардың бірі ойыншыға 1 миллиард еуро жалақыны құрайтын 5 жылдық келісімшартты ұсынуға әзір. Әзірге Реал мен Вини жаңа келісімшарт орнату бойынша ортақ мәмілеге келе алмауда. Футболшы патшалық ұжымнан 25 миллион еуро жалақыны талап етуде, ал мадридтіктер болса бұған көнетін емес. Егерде ақыры тараптар ортақ мәмілеге келе алмайтын болса, онда Реал алдағы жаз айында Винисиусты ғаламат әрі көлемдегі қаржыға саудиялықтарға сатып жібермек. Таралған мәліметтерге сүйенсек, Реал ұжымы шабуылшы Килиан Мбаппені өздеріндегі ең маңызды басты ойыншы деп санайды. Және олар алдағы болашақ үшін Мбаппені клубтың ең басты жобасы деп есептейді. Қысқартып айтқанда, баяғы дәл Роналдумен болған жағдай секілді Реал Килиан Мбаппені басты супер жұлдыздың рөліне қояды.